Қалай ойлайсыздар? Бұл қай мектеп? Әлемде көзін жауын алатын мектептер көп. Шіркін, мынандай мектепте жұмыс жасаған ұстазда арман бар ма дерсіз. Алайда менің жүрегімнен орын алған мектеп мен еңбек ететін білім ошағы. Ол жаңғыртудай шешені, дәулеткерейдей күйшісі, қақпандай ақын туған елдегі Қарағанды облысы Шет ауданы орталығындағы Жамбыл Ақылбаев мектебі. Елдегі жерге тер төгіп, халыққа қызмет қылудан шаршамаған академиктер мен білім министрі Қанатұлы Асхаттай шәкірт ұшырған мектеп деп мақтан аламын. Менің жүрегімдегі мектеп рухани жаңғырған мектеп. Кітап артқан есекте интеллектуалды монстрларды емес, білімді жүрекке тоқитын тұлғаларды ұшырады. Дамыған елдердің канализациясын емес, цивилизациясын алған мектеп. Ең бастысы ана тілін дәріптейтін, таза сөйлейтін, заманауи технологиямен озуды емес, ұлттық құндылықпен, ақыл мен парасатпен озуды көздеген мектеп. Менің жүрегімнің мектебі осындай.